Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ақжарқын Сыдықасқызы. Сіздермен бүгін сколиоз туралы сөйлесетін боламыз. Қазір приемға келе жатқан балаларда өте көп сколиоз болып жатыр. Яғни сколиоз дегеніміз ол омыртқаның қисаюы. Не үшін омыртқа қисаяды? Ол қисаюды қалай емдейміз? Және ары қарата омыртқа қисаймас үшін не істеу керек? Осы туралы сөйлесетін боламыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, подписаться деген батырманы басып, каналда активті болып сұрақтарыңызды қойып, уведомление деген значокты басуды ұмытпаймыз. Каналдың дамуына үлес қосыңыздар. Так, ал енді сколиоз туралы сөйлесек. Сколиоз дегеніміз ол біздің омыртқамыздың қисаюы. Ол, мысалы, S-образны қисаяды омыртқа. Осы S-образны қисаюды сколиоз деп атайды. Бізде омыртқада үш бөлік болады, мойын омыртқасы, кеуде омыртқасы және бел омыртқасы. Және 8 көз бар. Енді, Так, основной бізде сколиоз бел омыртқасы, кеуде және мойын омыртқасында болуы мүмкін. Ең жиі кездесетін кеуде мен бел омыртқасында болады. Осы сколиоздар негізі не үшін пайда болады? Көбісі жаңағыдай айтып жатады, дұрыс отырмайды, көп уақыт жаңағыдай партада жаңағыдай қисайып отырады, содан кейін пайда болады деп ойлайды да. Негізі ол да бар, ол да себеп бар. Бірақ ең негізгі основасы, ең негізгі түпкі себебі ол баланың бұлшық етінің әлсіздігі. Омыртқаны ұстап тұратын мықты бұлшық ет болу керек балалардашы. Осы мықты бұлшық еттің әлсіздігінен бізде омыртқада питание бұзылады, қан айналым бұзылады. Біздің омыртқамызға бұлшық ет арқылы қоректік заттар келеді. Егер біздің омыртқамыз жақсы қоректік заттар алып, бұлшық еттер мықты болатын болса, омыртқа жоғарықпен қисаймайды. Бізде қазір 21 ғасырдың үлкен жаңағыдай дерті болып жатқан ол гиподинамия, яғни аз қимыл қозғалыс. Бұрынғы балалар бізде көшеде жүгіріп, секіріп, жаңағыдай резинка ойнап, неше түрлі біздің кезіміздің өзінде әртүрлі даладағы ойындар, доп ойнап, неше түрлі ойындар ойнайтынбыз. Қазіргі балаларда ондай ойын жоқ. Одан бөлек қазіргі балалар интернетпен, соткамен, телефонмен, телевизордың алдында көп уақыт өткізеді. Сондықтан біздің балаларымыздың бұлшық еттері өте әлсіз. Бұлшық ет әлсіз болғаннан кейін омыртқаның аурулары да көбейе береді. Ол сколиоздан бөлек басқа да кифоз болуы мүмкін, басқа да протрузия болуы мүмкін, грыжа болуы мүмкін. Бұның барлығы аз қозғалыстан пайда болады. Сондықтан мүмкіндік болғанша бала активны болғанын қадағалауымыз керек. Сколиоздың пайда болу себебі осы. Енді балада сколиоз пайда болды, енді онымен не істейміз? Оны ең алдымен сколиозды емдеу үшін біз жаңағыдай ауыр сезім басуымыз керек. Балада сколиоз болғаннан кейін нерв талшықтарын қысады, ауыр сезім пайда болады. Сондықтан әртүрлі местный мазьдар жақсақ болады, физиопроцедуралар алса болады, және де ауыр сезім басатын дәрі-дәрмектер қолданса болады. Ал негізгі основной ем ол лечебная физкультура дейді. Яғни жаңағыдай емдік жаттығулар жасаймыз. Енді әртүрлі тренажерлар бар қазір. ЛФК Бубновского деген бар, мысалы, лично өзіме ұнайды. Ол жерде специально жаттығулар жасатады, омыртқаны созып, оңға, солға жаңағыдай әртүрлі омыртқаға арналған жаттығулар жасалады. Одан кейін барып, осы жаттығудан бөлек балаға желательно плавание, шомылумен айналысқан дұрыс. Және де қандай да бір спорттың түріне берген дұрыс. Енді қатты сколиоздың ауыр дәрежесі болатын болса, конечно, ол спортпен уже айналысамайды. Бірақ бізде жүзу өте пайдалы. Жүзген кезде бізде омыртқаға нагрузка азаяды, и денесіне бүт күшінің бәрі суға кетеді да, и баланың жаңағыдай бұлшық еттері жақсы дамиды. Сондықтан егер сколиоз болатын болса, міндетті түрде ЛФК Бубновскийға қатысыңыздар. ЛФК Бубновский бүткіл Қазақстан бойынша, бүткіл дүниежүзі бойынша бәр жерде бар шығар, СНГ бойынша точно бар.
сол бубновскийге қатысыңыздар, сосын плаваниемен айналысыңыздар, турникке тартылсаңыздар болады. Бірақ негізі егер арқа бұлшықеттерін дамытпайтын болсаңыздар, онда ары қарата сколиоз асқынуы мүмкін, ары қарата омыртқа қисаюы мүмкін. Сондықтан сіздер уақыт жоғалтпай баланың бұлшықеттерін қатайтуымызға кірісуіміз керек, ары қарата асқынбас үшін. Корсеттер ол временно, мысалы корсет киеді баланың омыртқасы ауырып кетеді, корсет киеді, временно жаңағыдай омыртқаны тура ұстап тұрады, бірақ оны шешкеннен кейін қайттан бізде жаңағыдай омыртқада ауыр сезім пайда болады. Сондықтан массаж да өте пайдалы. Сіздер жақсы массаж болатын болса, массаж жасатыңыздар. Жаңағыдай әртүрлі можно жаңағыдай егер опытный массаж болатын болса, ол әртүрлі сколиозға арналған массаждың түр-түрін жасайды. Физиопроцедураларда временно болса да кішкене ауыр сезім басады, и плюс сол жердегі жаңағыдай спазмдарды басу үшін жаңағыдай физиопроцедураларды алсаңыздар болады. Ине алсаңыздар болады, иглотерапия. Бірақ көп балалар ине алғысы келмейді, қорқады, сондықтан инені ол уже крайним случайда алсаңыз болады. Енді қорытындылай келе, сколиоз сізге диагноз қойылса, міндетті түрде ары қарата қисаймас үшін сіздер баланың омыртқасының айналасына бұлшықеттерді, мышцы спины дейді, арқа бұлшықеттерін дамытуларыңыз керек. Ол үшін жаңа айттым, плавание бізге основной, и ЛФК бубновского бізге жақсы көмектеседі. Содан кейін барып баланың бұлшықеті қатайғаннан кейін уже омыртқа ары қарата қисаймайды, уже бұлшықет четко ұстап тұрады. Сондықтан осы мәліметтер сіздерге пайдалы болатын болса, және де сіздердің балаларыңызда сколиоз болатын болса, сіздер қалай емдедіңіздер, және де қандай сіздерде басқа қосымша сұрақтарыңыз бар, астына комментарийға жаза кетіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған дәрігер невропатолог Ақжарқан Сейтқазықызы. Қош сау болыңыздар. Балаларыңыз ауырмасын, өздеріңіз де ауырмаңыздар.